Бәріне сәлем достар, сендермен мен Дикоппер, және де біз бүгін мен серуендеуге шықтым, аулаға серуендеп шықтым. Неге шықтым десеңіз, мен серуендеп шықтым. Мана не аяқта бір мана чё за ауыл? Мана қараңдар, охранниктер, ё-моё. Мен не ауыл, қазір мен барып көрейінші. Мына еще ұзын ауыл екен достар, не ауыл екен білмеймін. Мына вообще не істейді мына жақта? Кәт жолама, атамыз. Мыналар атамыз. Все, кешіңіздер. Мыналар жолатпайды ғой еще. Не ауыл екен, ё-моё. Аға, бұл ауылға қалай кірсе болады, айта саласыз ба? Кәт деймін, атамыз деймін. Мыналар ата дейді, жынды ғой, мыналар таза, ё-моё. Вообще кішкене бәт түнде батып кетті, не ақып түн батып кеткен, түсініксіз, ё-моё. Түн еще ұнамайды өзіме бар ош. Мынау не екен, мынау дүкен ғой, дүкен. Сатушы тұр екен. О, камерасы бар екен. Саламатсыз, абай? Сәлеметсіз бе? Апай, мынау не ауыл, айтып жібересіз ба? Бұл біздің шетелдердің ауылы. Бұл жақта бір өте бай шайық тұрады. Бұл жаққа только шетелдердер ғана кіре алады. Қой, неше сонда мен кіре алмаймын ба бұл ауылға, никак? Жоқ, сіз кіре алмайсыз. Сіз қандай киім киесіз? Сіздер жителдердің бәрі киімді осы жақтан ала ма? Осы жақтан алады. Қайсысын алады? Қай киімді алады? Қай киімді айтып жібересіз ба? Бірінші тұрған экземпляр. Онда маған да осы экземплярды бере саласыз ба? Осы біздің манекеннен ала беріңіз. Все, қалай алады бұны? Бұлай алады екен ғой. Осын кие берем ғой, тәте? Кие беріңіз, маған ақшасын берсеңіз болды. Все, тәте, примерочный қаяқта? Жүрген хабарлас. Все, рахмет. Камера бар екен, науы примерочный. Ал қой, осымды киімді кейін, сосын жителге құсап, шешімді киініп алған соң видеомды жалғастырайын. Ал мінекей достар, мен уже киімді кидім, енді осы киіммен жителден айнымай қаптым, қараңдар. Енді осы ауылға кіріп, осы ауыл тонап кетіп көрейін, осы шейхтің үйін тонап көрейін, қаяқта екен. Ал қаяқта екен. Тәте, міне, рахмет, киімімізге қанша болады? Сізден 5200 теңге. Сіз 5200? Міне, бизачи бар как раз. Міне. Все, рахмет, тәте, сау болыңыз. Сау бола ғой, балам, сау бола ғой. Все. Ауылға кірмейді. Қазір аяқтан барып кіріп көрейінші сонда. Осылар кіргізетін шығар мен. Бұлар қалай айтсын бұл? Дейді ғой. Мен аяққа кірейін деп едім, күзет. Ворота ертең сағат түскі 2-де ашылады. Сондықтан да бүгін кіре алмайсыздар. Ой, ё-моё. Жарайды. Аяқтан басқа бір вақыт бар шығар, кіретін лава екен. Қаршы ема, ешен олар. Қаршы мен аңды жүр, бірақ мен жителден айнымай қаптым, бір жақсы, вообще тура жителімін ғой, бір жүрген жігіт жетім. Бірақ енді кеттім, көрейін жителі болып жүрген. Мынау не? Мынау чё за канализация ма? Төртан тәте тұр, бағын тәте. Өте жақсы тәте екен. Мынау канализация ма, не бәле? Мынау не бәле? Мынау ё-моё, сасық екен, фу. Мынау не туннель, осы туннельмен қазір жүріп көрейікші. Ё-моё. Мынау туннель қорқыныш туннель екен, как будто бір айқайлап тұрған сияқты мағаншы. Қорқыныш десе, бәт жүзіп жүре бересің ба сонда? Бұл туннель. Бұл туннельден может мен ауылдың ішінен шығатын шығармын? Мүмкін, көрейік, мынау бір қорқыныш туннель екен, не болса да. Жарғанаттар жоқ екен, хотя мен жарғанаттан қатты қорқам, негізші. Мана қалай кірсем болды мына жаққа енді? Мынау деревня ғой. Мен түр бермеу керек. Жау қойға артымыз біліп қоймадым да. Неткен адам көп. Саламатсыздар ма? Деп халдап керейік өтір. Саламатсыздар ма? Балапан, қошақан. Не керек саған, айтсай маған, кеттік ойнайық, не ойнаймыз, доп дейміз, ойын дейміз. Кет шығары. Мыналар тәрбие үйренбеген, тәрбиесіз көтіңді айтпсайын ба? Мынау мен шайықтың темірестен салыныпты. Ана охранасы бар екен. Мына жақта біреумен әңгіме айтуға тырысайын. Сәлеметсіз ба?
сәлем бердік. Аға, мына жақта шайықтың үйі қаяқта, кім білесің ба? Сен де қызық сұрақ қояды екенсің ғой. Осы жақты кісің ба? Шайықтың үйін бәрі біледі ғой. Аға, ойнап білем, мынау үйдің артындағы үй шайықтікі емес па? Дұрыс айтасың. Оны не істейін деген шайық жоқ, ол өзі қазір Дубайда. Қойыншы Дубайда ма неме? Мен де Дубайға барам онда. Ақшаң жоқ қой бауырым, үйінде шайықтың ақшаның бәрі. Білем ғой, сен ойнап сұрап отқан ғой. Абайла, ну смотри. Ема ақырыңлар. Сөз аға, рахмет, сау болыңыз. Давай. Кетіп қалды мына жақтан. Үйге қалай кірсе болды мына жақтан? Мынау үй ме? Мынау үй ғой, мына жақтан тихаря. Терезелер бар ма екен? Терезелер бар екен, терезелерді шығарып кіру керек. Не қарап тұрсың, не? Не қарап тұрсың, кетіп бар, ұқтың ба? Осында терпелер терпетет жібереді, негізші. Мына жақтан бір блокс. Мына лестница как раз. Мына лестница өзіме шығар. Жоқ, мына жақтан бір блогын сындырып кетейін. Ё-моё. Құлаққансың ғой. Мына жақты қазір көрейін. Кетіп қалды, ана бала ешкім қарап тұрған жоқ. Ана өзіме стенаға қарап тұр. Мына жақты. Есік біреу ашты, есікті ашты. Ема достар, алмазынан қараңдар. Қанша алмаз, елки-палки. Алмаздарын бәрін жинап, байып Дубайға қарай қашу керек. Ема есікті біреу ашылып отыр. Жоқ, пока ешкім жоқ. Екеу бір-бірімен сөйлесіп тұр. Тихаря пир. Ема мынау алмаздарды байып Дубайға ұшсайын ба шайықтың артынан. Арман жоқ Дубайға шайықтың ұшсан. Алла кетіп қапты. Охрана. Еба, сирен ойнап отыр, қашу керек. Налан бәрі маған қарап тұр. Не қарайсың, не? Кете. Ема, бұл қашу керек. Тез мынау ауылдан қашу керек та. Бар өз киім кию керек. Мына қаяқта еді мен сындырған жерлер. Ема. Енді тап дейсің ғой соны. Ё-моё, қалай қашам мен енді? Ё-моё. Ема, главный выходтан қашам, Ана охраналар артқа қарап тұрған кезде. Наяқтан қалай шығады? Мыналарды тарту керек шығар. Наяқты бәрі іздеп жүр ғой мені. Ема. Стандар, мынау жедел қашты. Кет бар, кет. Стандар, мынау жедел қашты, Стандар. Ема, артынан қуалап отыр, достар. Қараңыздар, қашып баратырмын жедел болып. Ема, жедел болып жүгірген прикол екен. Достар, қаштым, болды, байды менде арман жоқ. Саламатсыз, мен қазір тез киініп шығайын. Киіне қой балам. Сөз, рахмет әде, рахмет. Ема, қазір киініп алайын, достар, тоқтай тұрыңдар. Ал достар, міне мен уже киініп те шықтым. Мен мынаяқтан қалай қашу керек? Мені іздеп жүрген шығар. Шырағым, сау болыңыз, рахмет сізге, үлкен рахмет. Алла нұр жаусын. Апай, сізге чисто өз атынан чисто көрімдік бақытты болыңызшы. Балам, бұл қанша бақша, рахмет. Оқаш жоқ, бақытты болыңыз, бақытты. Мынау ауылдан енді маған тезірек қашу керек. Қазір бір аттеңтонның келтес ай деп қойып қашсаң, алардың аяқтың атауы мынауды байқұс қорқынан жұмыртқа туып жіберген ғой. Оқынан ұрдым да қаштым. Ал достар, мінеки мен дикопер енді бай болдым. Сондықтан да достар, мен енді Дубайға ұшам. Сондықтан келесі перелетінде кездескенше сау болыңыздар.